Сәлем достар, менің есімім Сонал Ержан. Мен чат-бот саласында, автоматизация саласында жүргеніме 5 жыл болды. 2020 жылдан бастадым. Және де өте көптеген адамдарға чат-бот жасап берген болатын. Яғни воронкаларын, автоворонкаларын барлығын осы 5 жыл бойы Telegram, Instagram, WhatsApp әлеуметтік желілерінде боттар жасап жүрмін. Қазіргі кезде мен соңғы бір жылдай болды Даускит деген компаниямен бірге жұмыс жасаймын, және де оны қазіргі кезде соны продвигать етіп жатырмын. Сіздер білетіндей, жалпы көбінесе ең танымал платформалар бізде ManyChat, ChatPlace, SendPulse деген секілді платформалар бар. Олардың барлығы шетелдік, көбісі ағылшындық, көбісі орыстардікі бар. Ал қазір сіздерге мен Даускит деген платформаны таныстырғым келіп отыр. Ол қазақстандық платформа. Яғни бұл жақта да Instagram, WhatsApp, Telegram әлеуметтік желілерінде бот жасауға болады. Ең бір қызықты дүниесі біздікі осы барлық платформалардың арасындағы ең арзаны. Яғни басқа платформаларда сіздер 15 долларға, яғни 7,5-8 мың теңгеге 1000 адаммен сөйлесе алатын болсаңыздар, яғни бір бот жасау арқылы, ал біздің платформада сіздер бір бот жасап 3000 адаммен 7000 теңгеге сөйлесе аласыздар. Ол деген едәуір арзан, 2000-3000 теңгеге арзан болып табылады. Және де біздегі тағы бір уникальность, біздікі өте адаптивный платформа, яғни көбінесе неге өте адаптивный, яғни көптеген платформалармен біз интеграция жасай аламыз, яғни внешний интеграция, внутренний интеграциялар жасай алатындығымызда. Және де бізде ең үлкен плюсымыз біздікі тікелей Каспи интеграция бар. Яғни бұрын сіздер воронкаларыңыз жасаған кезде, немесе басқа біреулер воронкасын жасаған кезде адамдар ботқа бір курс деген сөз жазады, одан кейін барып ол Инстаграмға өтеді, Инстаграмда прогревать етіп атады да, одан кейін барып оплатасын қабылдау үшін Телеграмға немесе WhatsAppқа өткізеді, және де сол жерден чекті жіберіп менеджерға жіберетіндігінде. Ал біздің платформаларда бізде бірден Инстаграмның ішінде бот жасап, сол жерде оплата қабылдап, бірден уведомление Телеграмға немесе WhatsAppқа уведомление жіберіп отырса болатындығында. Осы нәрсені сіздерге қазір мен көрсететін боламын, яғни қалай жасау керек екенін платформаларымызға шолу көрсететін боламын. Негізінен бір қиын секілді көрінгенмен, сәл UX, UI дизайны басқалардікіне қарағанда ақсаңырап тұрса да, біздің платформа өте ыңғайлы және де өте мықты платформа болып табылады. Міне осындай біздің лендинг пейджіміз бар, яғни Инстаграмда, Телеграмда бот жасауға болатындай, және де жасанды интеллектті қоссаңыздар болады, өздеріңіздің ИИ ассистентіңізді. Бұл ИИ ассистентіміз біздің қазір өте қатты дамып жатыр. Қазірдің өзінде ең мықты кейстер осы біздің Даускит арқылы жасалуда. Міне Каспи платеж бар, шаблондар бар, дайын интеграция, Каспи интеграциямен немесе подписка проверка деген секілді, солардың барлығы бізде бар екендігінде. Инстаграм, WhatsApp, Telegram платформаларында бот жасауға болатындығында. Енді сіздерге міне ChatPlace'ің тарифный планын көрсетейін. Pro версия деген бар, бесплатный версиясы 100 адаммен, ал Pro версиясы міне қараңыз 7 күн тегін беретіндігінде, және де 1500 рубльдан бастап тұрады. 1500 рубль дегеніміз кемі 7500 теңге. Ал 1000 адамнан ары қарай уже әрбір 500 адамға 500 рубль қосылып отырады. 500 рубль дегеніміз әр 1000 адамға 3000 теңге, шамамен 2500-3000 теңге төленетіндігінде. Мына жақта ManyChat деген платформа тоже 15 доллар тұрады. Бұл жақта және де ары қарай не істейтін болсаңыз, міне 2500 адамға 25 доллар, 5000 адамға 45 доллар, ал біздікі едәуір бұған қарағанда арзанырақ болып табылатынында. Енді сізді платформалармен таныстырайын. Мына жерде тіркелу несі бар. Мен өзімнің аккаунтыма кіретіндігімде осындай болып табылады. Бізде көріп тұрсыздар, мен Telegram бот, Instagram бот және де WhatsApp бот жасалған. Сосын бар бізде оплата әртүрлі тарифтер бар. Міне ең мықты тарифіміз бізде бизнес тарифі. Бизнес тарифында бізде барлық мына тарифтерді қосып береді. Ал фри тариф, яғни тегін тарифте біз кез келген бір бот жасай аламыз. Telegram немесе Instagram, WhatsApp жасай алмайтындығымызда. Потом ол жерде 500 адаммен сөйлесе аламыз, және де өзіміздің ChatGPT-мізді, яғни ChatGPT аккаунтымызды
қоса алатындығымызда. Ал про аккаунтта бұл жерде 7000 теңге тұрады, міне көріп отырсыздар. Және де бізде проверка чеков деген бар. Яғни Каспимен тікелей интеграция жасай алмайтын болсаңыз, бізде Каспи чекті просто тексеруге болатындығында. Және де 3000 адаммен диалог жасауға болатындығында. Потом мысалы адам оплата жасаса, оған жеке код жіберіп, яғни ссылка жіберіп, адам тек қана сол ссылкамен Telegram группаға кіре алатындығында. Бізде API интеграциялар бар, яғни Продамус, GetCourse деген секілді платформалармен де жасап бере алатындығымызда. Осы тарифтің барлығын 50 000 теңгелік тариф құрайды. Круглосуточная поддержка болады, және де нелері бар. Бізде Каспи интеграциясы осы жерде қосылып беретіндігінде. Және де Каспи чек, проверка чеков 30 емес, бұл жақта безлимитный тіркей бересіздер. Және де 3000 диалогтан асып кететін болса, әрбір диалог, 1000 диалог бізде 1500-2000 теңгеге дейін баратындығында. Енді создать ботов, мысалы мен сіздерге көрсетіп кетейін, жалпы қалай жұмыс жасайды бұл жерде. Міне Каспи бот дегеніміз бар. Қараңыз, мына жерде бізде 4-ақ осындай 4-ақ блокпен бізде өте оңай бір воронка жасалып тұр. Адамдар маған өзінің Телеграмға жазады, Телеграмнан кейін барып оплатаға ссылка берілетінінде, және де ссылкадан кейін барып оған бірден сатып алған болатын болса, оған ссылка неге барады? Яғни Telegram группаға барады. Ол Telegram группаға жеке ссылка барады, одан артық адам кіре алмайтындығында. Бізде міне көріп отырсыздар, кодтармен барлығымен жазуға болатындығында. Енді сіздерге оңай нәрселер көрсетейін. AI ассистент көбінесе бірінші кірген адамдарға істемей тұратын болады. Данный клиентте бүкіл клиенттерді біз мына жерден көріп отыра аламыз. Оплата төленгендер, оплата төленбегендер, мына жерде көрсете аламын. Фильтр жасаймыз, оплата төленгендер керек болатын болса, бізге фильтрмен применить ететін болсақ, бізге тек оплата төленгендер, міне маған 100-ге жуығы адам оплата төлеген болып табылады. Солардың ғана данныйларын скачать еткіміз келсе, мына кнопканы басамыз, бізге Excel таблица скачать беретін сообщение. Яғни бізге кез келген жазған адамдарға осы жермен сөйлесе алатындығымызда. Және де мына жақта көріп отырғаныңыздай Telegram бот бар, немесе Instagram ботта осы жерден сөйлесіп, адамдармен бірден чатпен хат алмаса алатындығыңызда. Настройкасына келетін болсақ, бізде бұл жерде настройка бот токен, Telegram, егер Telegram'ыңыз токенмен жалғанады ғой, сол токенді осы жерден ауыстыра аласыз, немесе деактивировать етіп толығымен бот өшіріп тастағыңыз келсе, осыны қоса тұрсаңыз болады, тегтер қойсаңыз болады, және де ключевой сөздер. Ключевой сөз дегеніміз, яғни қандай сөзге Ержан деген сөзді жазатын болса, осы цепочка жұмыс істеу керек деп айтылатындығында. Интеграциялар бар. Біздің платформа жалпы міне Каспи партнер дауыскет деген бар. Осы арқылы интеграция жасайды. Бұл жерде біздіңкі кәдімгі міне робокасса деген секілді. Бұл карта арқылы алатын болса, мынау тікелей Каспи арқылы алады. Екеуінде де 3% комиссиясы бар. Амосреймен интеграция жасаса болады, ChatGPT ключ API-мен жасаса болады, нейронная сеть. Бұл біздің өзіміздің нейронная сетіміз, жеке, және де Bittrex-пен жасаса болады. Және де егер сізде өте үлкен, мысалы бізде үлкен компаниялар болған, Арман Юсупов деген секілділер өздерінің Каспи оплаталарын қойып алғандығында, бұл жерде 3% алынбайды, сіздердің өздеріңіздің Каспилеріңіз арқылы ақша табылатындығында. Таблица деген бар, бұл қатты маңызды емес. Енді схеманың ішінде қалай жұмыс жасайды? Міне цепочка действий деген бар, сообщение от клиента, условия деген дүниеміз бар. Барлық жұмыс негізінен осы цепочка действияның ішінде болады. Мысалы, бұл жерге старт деп атауын қойып қоямыз. Мысалы, базовый бот қылып көрейікші. Старт дейміз. Сосын барып отправить сообщение. Міне старт деген кезде, мысалы, Ержан деп сөз баратындығында. Енді қараймыз. Сохранить етеміз. Сосын барып настройкеге кіреміз да, ключевой сөз старт деп жазатын болсақ, мына цепочка действия жұмыс жасау керек. Мына жерде сіздерге көрсетем. Мысалы, старт деп жазамыз. Мұнда міне Ержан деп жазды. Көрдіңіздер ме? Бірден жұмыс істеп тұр. Ешқандай қиындығы жоқ мына жақта. Енді бұл жерде қандай дүниелер бар тағы да. Мына жерде сурет сала аламыз, осы жаққа сурет сала аламыз. Кнопкалар қоя аламыз. Міне встроенный кнопка дегеніміз, яғни мына жерде тұратын кнопка, встроенный кнопка дегеніміз. Ал на клавиатура дегеніміз, мына жерден шығатын кнопканы на клавиатура деп аталады. Бұны қосу үшін, мысалы, встроенный десеңіз, мен добавить кнопку дейсіз. Бұл жерде
текст жазсақ болады, және де ссылка қойсақ болады. Яғни адам бірден ссылкаға өтіп кетеді. Немесе перевести в блок десек, мына жерде белгілі бір сөз жазамыз и блок. Блок дегеніміз мынау цепочка действиялар, қай блокқа өту керек екендігін. Келесіде тағы да нелер бар. Міне тег қоя аламыз, удалить ете аламыз. Және де переменный қоя аламыз. Яғни адамның атын алатын болсақ, атыңыз кім деген кезде, мысалы Ержан деп жауап беретін болса, оны бір переменныйға сақтап қоямыз, чтобы кейін Ержан қалайсың, амансың ба деп жауап беру үшін. Чат с оператором, міне внешний API дегеніміз бар. Бұл API кодтарды кез келген басқа платформаларда, которые API-лері бар болатын болса, өздеріңіздің сайттарыңызбен бірден интегрировать етіп берсек болады. Одан кейін барып, мына жерде математическое вычисление бар, бұл маңызды емес. Таймер, яғни кейінгі ақпарат қанша уақыттан кейін бару керек, соны көрсете алатындығымызда мына жерде таймер запуска, минут бар, сағат бар, қай цепочка действий бару керек осы уақытта, соның барлығын қосып беретіндігімізде. Одан кейін барып, мына жақта міне ChatGPT бар, нейросеть дауыскейт, яғни өзіміздің дауыскейттегі нейросетіміз бар. Яғни біз оны уже обучать етіп қойғанбыз, тек сіз өздеріңіздің ақпараттарыңызды салсаңыз болады. Мына жерде Amos Ray-мен жұмыс істей аламыз, Bittrex-пен жұмыс істей аламыз, оплата Каспи бар и робокасса бар. Осылардың барлығын осы действий, цепочка действийдің ішінде қосып жасай алатындығымызда өте оңай жұмыс істеу. Сіздерге қалай базовый ботты жасауға болатын келесі видеоларда көрсететін болам. Егер қызықты болса, және де осы Каспи жалпы дауыскейтпен жұмыс істеуді үйренгілеріңіз келсе, маған жазыңыздар, мен сіздерге қалай жұмыс істеуге болатынын көрсетемін, және де үйретіп беретін болам. Сауда сәлематта, кездескенше.